Қоныстанғаны кешеген сүйегіңіз кім? Мен тобықты арғын ішінде. Енді арғын тобықтының бүгінгі қарауылға жақындап барып қонғаны 1780 жылдары Мамай батырдың тұсында емес пе? Кешеген ғой. 1723 жылы Түркістанға жау шапқан кезінде сіздің Әнет бабаңыз Шиеліде отырған жоқ па? Қалмақ шапқыншылығы кезінде Әнет баба Шиеліде. Арғындар үдере көшіп кетіп, ана жұртты қаққып наймандар тері болады ғой өз. Одан кейін енді сізде де ең белгілі адам Ырғызбай. Ырғызбай енді Ырғыздың бойында туған ғой. Кеңгірбай Кеңгірдің бойында туған ғой. Аттар бәрі айтып тұр ғой, көшіп келе жатыр. Ұмытып қалған бірақ нәрсе, қазақ рулардың қонысын ғана ұмытып қалғанбыз. Аягөздің сол жағалауына бұл кісілердің өтуі 1800 жылдан бері қарай болған оқиға. Жалпы о жақта тобықтылардан, мысал үшін, Кеңгірбайдың алдында қойылған бірде бір адам жоқ жақта. Тойсы Мамайдың алдында қойылған бірде бір адам жоқ. Егер о жақта тобықты бұрыннан отырса, жақта тобықтың сүйегі болмай ма? Сүйегі жоқ қой. Қай жерде? Бүгінгі Шыңғыстау қарауылда. Неге жоқ? Мамайдың алдында жоқ деймін. 1780 жылдан бері жоқ о жақта. Сол секілді 1800 жылдардан ары қарай о жақта наймандардың да сүйегі жоқ қой. Білмейдім оны. Айта алмаймын енді, оны сізге айтамын. Ағасы, бұлардың батыры болмады ма осы? Қобыланды батыр, бұлардың батырын өлтіртеді ғой біреуді. Қобыланды Қыпшақ ғой. Жоқ, мына арғынның бір батырын өлтіртеді ғой. Ақжолды өлтірді ғой. Ақжолды ма? Сосын что-то арғындар көтеріліп кетіп қалды ғой. Жоқ, арғындар көтеріліп кетіп қалған жоқ. Арғын, Найман, Керей, Қоңырат төртеуі жиналып, бас қосып, төртеуінен жақта келген туыс жұрт қой. Төртеуі жиналып, Әбілқайырға барып, Шайбани, өзбек ұлысының ханы. О кезде біз бәріміз өзбек ұлысындамыз, бәріміз өзбекпіз о кезде негізгі атауымыз. Қобыландыны жазалауды өтініп еді, Әбілқайыр жазаламады ғой. Сонда ғой Матайдың Қаптағай батырдан барып Қобыландыға не тылсатын жеріңді айт, не көшесің өшеден деп. Сон Қобыланды көшіп анау Қобдаға кетіп қалды ғой бір жола, бүгінгі Ақтөбе облысында. Сол жақта өлді. Ана әлі қазақ хандығы деген күнде де Қобыландының қайтып келгені өтірік, ол қайтып келмеген. Сөйтіп жаңағы кімді Әбілқайыр Қобыландыны жазалауға бермегеннен кейін арғын, Найман, Керей, Қоңырат осы төртеуі ақылға келіп не істейміз деген кезде Керей мен Жәнібек осы төртеуін бөліп алып шықты ғой. Сөйтіп шудың бойында Қозыбасқа келіп Моғолстанның ханы Есенбұқадан Қозыбас сұрап алды. Бұл мінекей қазақ хандығының құрылған себебі, әртүрлі себеп бар ғой, соның бір себебі Қыпшақ пенен арғынның арасындағы кісі өлімі. Содан бастап біз бері шығып кетіп, түбін қуып келетін болса, біз сепаратистерміз. Қобыланды батыр сонда мына Әбілқайыр ханды командующий болды ма? Командующий болғанда соның қолбасшыларының біреуі Қыпшақ қой ол. Олар мына Ақжолмен екеуі дос болып жүрді, да? Жоқ, дос болып жүрген емес. Қалай болғанда да Ақжол биді өлтірген Қобыланды ғой, Қара Қыпшақ Қобыланды. Осы кезден бастап кикілжің туды да үйіп отырған өзбек ұлысы Әбілқайыр басқарып отырған. Әбілқайыр ханның аты ғой, әйтпесе атауымыз өзбек ұлысы. Екіге бөлініп кеттік қой, өзбек ары қарай кетті, біз бері қарай кеттік. Егер біз сол кезде бөлінбесек, бүгін 70 миллион халық болатын едік. Бізге қалмақта шаппайтын еді, осы шаппайтын еді. Жынды емес, өзінен көп халыққа шауып. Бірлік болмағасын ғой. Бірлік болмағанда жаңа Қобыландының Қыпшақ пен арғынның арасындағы кісі өлімі. Одан кейін арғындарды Найманның, Керейдің, Қоңыраттың қолдауы ғой. Оның себебі бүгінгі қазақ руларының ішіндегі Жалайыр, Шанышқылы, Шапырашты, Ошақты, Сіргелі,Ысты, Арғын, Найман, Керей, Уа, Қоңырат, Адай, Табын, Тама, Кете, Кердері, Шөмекей, Шеркеш, Төртқара, Шекті,Ысық, Жағалбайлы секілді рулар, Кете секілді рулар, Төртқара секілді рулар. Біз бәріміз Шыңғысхан тұсында ғана бүгінгі Моңғол жерімен Алтайдан көшкен руларымыз ғой бері қарай. Әлім ғой олар, Төртқара. Енді ол әлім деген кейіннен пайда болған конфедерация ғой, оның пайда болғаны көп болса 400 жыл болды, одан аты асқан жоқ. Бірақ жаңағы айтып отырған Кете, Төртқара, әлім деп отырған рулар, олар Шыңғысханның алдында бар.
Сонда әлімнің өзінен 300 жас үлкен болып тұр ғой. Солай ма? Сонда бұл кейіннен пайда болған бірлестіктер ғой. Объединение дейсіз бе, не дейсіздер? Әйтпесе мынаны қараңызшы. 6 ата әлім дейді, 12 ата байұл дейді, 7 ру дейді. Қайсысыз? Мен алашамын. 12 ата бай. 12 ата бай. Енді осы жерде өзі айтып тұрған жоқ па, ненің не екенін? Ата біреу қалмай ма? Сонда 12 атаның қосылып бір ата болғанын айтып тұр, иә? 7 рудың қосылып бір ру болғанын айтып тұр. 6 атаның қосылып бір ата болғанын айтып тұр, иә? Мінекей әңгіме осында. Бұл жерде тұрған бір үлкен бір алып ташқанысы жоқ. Бірақ енді ол кезде қандай ру болғанның бір принципті дауласатын нәрсе емес. Бүгін әлім бе, әлім? Бүгін байылы ма, байыл, онда тұрған не бар? Бүгін 7 ру ма, 7 ру бола берсін, онда тонтықты жоқ. Мысалы үшін ана кісінің атасы Шәкәрімға айтады, біз ойрат атадан тараймыз дейді. Ойрат атадан тараймыз дейді. Ойрат деген кім? Жоңғар. Қалмақ. Көрдіңіз бе? Ол кісіні айтты сонда. Ол кісі ойрат пен қазақтың кешегені бөлінгенін айтты. Бізді бөлген дін екенін айтты. Біз исламға қарай кеттік, олар буддаға қарай кетті. Бір халық болып тұр ғой. Кезінде бір халықпыз ғой. Мына құба қалмақ пен қалмақ үшке бөлінеді. Құба қалмақ, қара қалмақ, ақ қалмақ деп. Бізге шабылсаған құба қалмақ қой. Құба қалмақ деген өзіміз ғой. Кезіндегі өзіміздің аталастар. Олар буддаға табынып кетті. Сөйтті біз исламға кеттік. Сөйтіп арамызға жік түсті. Болды осы ғана. Сонда дін бөліп тастады ма сонда? Екіге бөлініп кеттік. Енді дін деген енді